Бәріңізге сәлем достар. Бүгінгі бізде обучениенің ең алғашқы сабағы. Бүгінгі сабақта біз жалпы трейдинг дегеніміз не, трейдингтің инвестициядан айырмашылығы, қандай сайтпен жұмыс жасаймыз, қандай брокерлар бар, соған тоқталып кететін боламыз. Жалпы бірінші кезекте трейдинг дегеніміз не, соны түсініп алуымыз керекпіз. Трейдинг ол бізде онлайн биржадағы сауда. Яғни бұл қалай? Сіздерде графикті ең алғаш ашқан кезде свечалар қызыл, жасыл болып тұрады, иә? Яғни трейдердің самый главный задачасы активтің бүгін бағасы өседі ма, әлде құлайды ма? Яғни анализ жасау арқылы соны анықтау. Мысалға, көбісі осы трейдингті инвестициямен шатастырады, иә? Екеуін бірдей бөледі. Инвестиция ол мысалға сіздер допустим, Tesla компаниясының акциясын там $275 сатып алдыңыздардағы $400 саттыңыздар. Яғни, арзан бағада сатып алдыңыз бір акцияны, қымбат бағада барып саттыңыз. Какой-то біраз уақыт өткеннен кейін. Яғни, бұл бізде инвестиция. Ұзақ уақыт, долгосрочный планда жүреді. Ал трейдинг бұл күнделікті биржада сауда жасау арқылы ақша табудың жолы болып саналады. Енді келесі бізде мына жерде мен сіздерге сызып жазып қойғанмын. Сіздердің основной жұмыс жасайтын сайттарыңыз, мінекей мен ашып тұрған сайт ол tradingview.com. Яғни сіздер осы сайтқа кіріп, основном анализ жасайтын боласыздар. Бұл сайтты ашқан кезде, бірінші кезекте мына жерде қараңыздар, мінекей сіздерде осындай қызылды, жасылды свечалар тұрады. Оның настройкасын өздеріңіз өзгертіп қойсаңыздар болады. Маған осындай қара нелер ыңғайлырақ, более-менее. Себеп көзді ауыртпайды дегенде. Вот бұны қалай ауыстырамыз? Бірінші кезекте неке. Мышкаменен сол жақ кнопканы басамыз, настройки дегенді басамыз, және дағы мысалға тело дегенді біз жасылға, ананы қызылға осылайынан ауыстырып қойсаңыздар тоже болады. Яғни өздеріңізге қай түс ыңғайлы, соған осылай настройкидан қойып қоясыздар. Келесі, осы сайтпенен танысып өтейік енді. Неке, жоғарғы жағына баратын болсаңыздар, осы жерде поиск инструментов деген жер тұрады. Яғни бұл жерден сіздер қандай активпенен сауда жасайсыздар, соны таңдайсыздар. Мысалға, егер сіздер акцияменен сауда жасайтын болсаңыздар, ол кезде неке акция деген бөлімге өтіп, әртүрлі акциялардың графигін ашуға болады. Допустим, Tesla компаниясының графигін көріп тұрсыздар, одан кейін Nvidia компаниясының, яғни әртүрлі үлкен-үлкен компаниялардың графиктерін ашып, анализ жасасаңыздар болады. Но біздің обучение основном осы алтынға, яғни Форекс соның ішінде алтынменен саудаға негізделген. Енді акция деген түсінікті болатын болса, келесі бөлім ол бізде Форекс. Форекс деген ол валютный паралар. Мысалға, әлемдегі бүткіл валютный параларды айтуға болады. Евро-доллардың графигі мынау бізге мысалға. Одан кейін британский фунтпенен доллардың графигі. Даже біздің қазақстанский теңгенің рубльге қатынасының графигі тоже бар. КЗТ рубль деп жазсаңыздар шығады. Неке біздің қазақстанский теңгенің долларға тоже қатынасының графигі бар. Форекс деген, яғни осындай валютный параларменен сауда жасау болып саналады. Форекстің ішінде бізде алтын тоже кіреді осының ішіне. Яғни біз не үшін алтынменен сауда жасаймыз? Себебі самый основной объем, ақшаның ең көп бөлігі осы алтында. Алтында күніне 13 триллион ақша айналады. Сол себепті бұл жерде жаңағыдай қозғалыс тезірек жүреді деп айтуға болады. Форекс бөлімнен кейін сіздерде криптовалюта деген бөлім бар. Криптовалюта, яғни ол бізде жаңағы биткоин, эфириум деген сияқты әртүрлі монеталарды, яғни цифрлық ақшаларды айтуға болады. Негізде криптоменен күнделікті сауда жасап керек емес. Желательно криптода инвестиция жақсырақ. Неге? Себебі криптода жалпы айналатын ақшаның объемы общий 3 триллионды ғана құрайды. Яғни бұл бізде трейдинг үшін ақшаның объемы аз болып саналады. Сол себепті бұл жерде өте көп манипуляциялар, жаңағыдай минустарға кетіп қаласыздар. Лучше
осындай монеталарға артық ақшаларыңыз болатын болса, долгосрочный планда инвестиция жасауға болады криптовалютаға. Енді келесі біз өзіміз сауда жасайтын алтынға көшейік. Алтында қараңыздар, сіздерге енді анализ жасап үйрену үшін керек сайт осы tradingview.com дедік қой. Бұл жерде енді сіздерге қажетті инструменттермен таныстырып өтейін. Мына поиск инструментов деген бөлім сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Алтынның тикері осындай HOUSD деп тұрады. Одан кейінгі бөлім ол сіздерде time frame, яғни мына жерде әртүрлі time frame'дерді көріп тұрсыздар. Пока что 15 минут, 30 минут, 2 сағат, 1 сағат, 4 сағат дегендерге жұлдызша қойып қойыңыздар. Таймфрейм деген, яғни мысалға қазір мен сіздерге 30 минуттық таймфреймді ашып тұрмын ғой. Бұл дегеніміз мына свеча 30 минутта түзілді деген сөз, мына свеча 30 минутта түзілді деген сөз. Яғни каждый свеча 30 минутта түзілді дегенді білдіреді. Мен сіздерге таймфрейм бойынша жеке бөлек видео сабақ түсіндіретін боламын. Қазіргі уақытта сіздер таймфреймдерді қай жерден табамыз, қандай таймфреймдер бізге керек, соны избранныйға қойып қойыңыздар. Яғни 4 сағат, 1 сағат, 15 минут, 30 минутты избранныйға қойып қоясыздар. Келесі таймфреймнен кейін бізде инструмент, ол бізде индикаторы деген бөлім. Бұл жерден сіздерге тек қана основной керек, ол осы Dark Trader'дің сессиясының индикаторы. Сессия бойынша тоже мен бөлек видео сабақ түсіндіретін боламын. Қазір осы индикатор деген бөлімнен осы Dark Trader'ның сессиясын ссылка жіберіп қоямын, соны избранныйға қойып қоюларыңыз керексіздер. Және дағы келесі сессия ол бізде BTA Trading Sessions деген. Оны қою үшін сіздер Google-ға барасыздар, жазасыздар BTA Trading Sessions деп. Вот, мына жерде шығады. Қазір BTA Trading Sessions. Осыған кіресіздер. Неке қараңыздар. Индикаторы Trading View деп тұр, иә? Осы жерден төменге қарай жүресіздер дағы. Неке Sessions Open, яғни сессиялардың ашылу уақыты. Осыны TradingView-ға установить деген басасыздар. Сосын мына жерде неке жұлдызша тұр, иә? Избранный. Осы избранныйға қойып қоясыздар. Сол кезде сіздерде мына жерде автоматом BTA Trading Sessions деген шығады. Яғни мына сайтқа кіріп, сіздер главный избранныйға қойып қоюларыңыз керексіздер. Сессиялар бойынша кейін тоже отдельно видео сабақ түсіндіретін боламын. Бүгін жалпы инструменттермен танысып алуларыңыз керек, қандай инструменттер керек деген секілді. Келесі на индикаторс бөлімінен кейін сіздерде оповещение деген бөлім бар. Яғни, мысалға, бұл не үшін қажет? Яғни, будильник қой бұл оповещение деген. Допустим, сіз графикті аштыңыз дейік, иә? Бірақ дәл қазіргі моментте сіз баға жоғарға кетеді ма, әлде баға төменге кетеді ма? Яғни, анализ бойынша түсініксіз болып тұр, иә? Бірақ сіз точно білесіз, что на имбаланстың бойына келген кезде, вот, мына бір уровеньға келген кезде точно реакция болады. Яғни, сіз осы уровеньға будильник қоясыз. 29-да, 30-да, 757. Мына будильниктің үстін базастардағы цена деп тұрған жерге жазасыздар. 29-да, 30-да, 757 деп. Сіздің создать деген басасыздар. Яғни, баға осы жерге келген кезде сіздерге жаңағы почтаңызға сообщение келеді, что алтынның бағасы осы уровеньға келді деген сияқты. Яғни, бұл андай қосымша уведомление ретінде қарауға болады. Келесі, бұл будильниктен кейін, қараңыздар. Бұл будильниктен кейін сіздер қарауларыңыз керек, ол бізде мына жоғарғы бөлім бойынша сіздерге қажетті инструменттер осы, қалған инструменттер сіздерге керек емес. Келесі инструменттердің бөлімі ол, яғни на графиктің сол жағы деп айтуға болады. Бұл, яғни точка, стрелка, перекрестие деген сияқты. Менде қазір перекрестие қосылып тұр, яғни бұл былайынан графикті туда-сюда жылжыту. Және дағы мына нәрсені айтып өту керек. Егер де сіздерде график мынандай болып ашылып тұрса, вот мынандай болып ашылып тұрса, ол нәрсе дұрыс емес деген сөз. Вот мынандай болып ашылып тұрса, ол дұрыс емес. Яғни сіздер либо график осындай болып ашылып тұрса да, бұл тоже дұрыс емес. Яғни сіздер графикті былай мышкамен жылжытып, осылай анық қылып ашуларыңыз қажет. Либо кейбір кісілер болады, графикті былай ашып алады. Бұл тоже дұрыс емес. Яғни каждый свеча былайынан бізде анық болып ашылып тұру қажет. Келесі перекрестиеден кейін мен өзім осыны ғана қолданамын көбінде.
графикті жылжытып отыруға ыңғайлы. Сіздер стрелка, точканы тоже қойсаңыздар болады. Одан кейінгі инструмент бізде мынау, яғни линия тренда, горизонтальная линия, горизонтальный луч. Яғни осы үшеуін избранныйға қойыңыздар. Сіздер избранныйға қойған инструменттердің барлығы былайынан бөлек шығып тұрады. Яғни каждый раз мына жаққа кіріп қойып отырмайсыздар, сразу мына жерден қоя саласыздар. Мысалға, мына инструмент бізде жаңағындай горизонтальный луч деп аталады. Яғни сіздер уровеньдер сызған кезде автоматты осылайынан қойып отырасыздар. Өте күшті инструмент. Либо на горизонтальная линия деген инструмент бар, яғни бұны тоже осылайынан тіке қоя саласыздар. Сызып отырмайсыздар, тіке қоя саласыздар. Келесі инструмент ол бізде коррекция по Фибоначчи. Бұны тоже просто избранныйға қойыңыздар. Бұл жайында мен бөлек сабақ түсіндіретін боламын. Жай ғана избранныйға қойып қойыңыздар пока что. Одан кейінгі инструмент ол бізде аяқта төменге жүретін болсаңыздар. Длинная позиция, короткая позиция деген инструменттер. Және дағы фиксированный профиль объема. Бұлар жайлы тоже бөлек видео сабақ түсіндіремін. Яғни сіздер анализ жасаған кезде осы инструменттерді қолданатын боласыздар, оларды осындай избранныйға қойып, жинақтап қойыңыздар. Себебі каждый раз анализ жасаған кезде мына жақтан кіріп отырмайсыздар, мына жерде сіздерге тұрады. Мына удалить деген бөлімді басып, барлығын сразу өшіріп тастасаңыздар болады. Одан кейін, егер дағы мына жақтан астыға қарайтын болсаңыздар, қараңыздар. Ең астына мән берсеңіздер, мен қазір қай кезде ашып тұрмын? Среда, 19 февраль, 25. Яғни, қараңыздар, февраль айының жаңағындай 25-ші, 19-ші күн ашып тұрмын. Қазір тоқтай тұрыңыздар, астында күндер дұрыс шығып тұрған жоқ негізінде. Вот, все. Енді түсінікті. 25 деп тұрған, ол 2025 жылда көрсетіп тұр. Среда деген күнді и февраль айын. Яғни ай, күн, жылды осы ең астынан көресіздер. Мысалға, мен қазір ашып тұрмын. Февральдің 7-сін ашып тұрмын, я? Одан кейін, либо наяққа жүретін болсаңыздар, февральдің 4-ті күнгі график. Яғни графикті артқа қарай жылжытып, осы уақытқа дейінгі болған активтің қозғалысын көре аласыздар. Ең астынан, яғни қай күнді, қай уақытты көрсеткендігін көре аласыздар. Мысалға, мен оны сіздерге биткойнның мысалымен түсіндіріп берейін қазір, я? Биткойнға кірейік. Допустим, қараңыздар. Биткойнның бағасы биткойнның бағасы 3 февраль күні, қараңыздар, қанша тұрған? 93.124 тұрған. Яғни астынан күннің уақытын көресіздер, некені астынан күннің уақытын көресіздер, ал одан кейін жанынан активтің дәл сол кездегі бағасын көресіздер. Қаймен шығып тұр ғой? 93.951 деп. Яғни активтің бұл сол кездегі бағасын айтамыз. Одан кейін астыға, тағы да артқа жүретін болса, біраз мысалдармен түсіндіріп кетейін. Допустим, биткойнның бағасы қай кезде 67 мың тұрған, яғни 5 ноябрь күні биткойнның бағасы 67 мың тұрған деген сөз. Либо, тағы да артқа жүретін болсаңыздар, қараңыздар. 16 сентябрь күні биткойнның бағасы 57.776 тұрған, я? Яғни сіздер астынан күннің уақытын көресіздер, мұна оң жағынан уже сіздер жаңағыдай активтің бағасын көресіздер. Кез келген активте сондай алтында болсын, барлығында графиктің астынан уақытын көресіздер, а жанынан дәл қазіргі бағасын көресіздер. Жалпы бүгінгі сабақ бойынша осы сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Енді тағы бір айтып кететін нәрсе, бұл сіздер осы tradingviews.com деген сайтта тек қана анализ жасайсыздар. Яғни, бұл сайтқа ешқандай да ақша салмайсыздар, только анализ. Сіздер ақша саласыздар, брокерға саласыздар. Яғни біз основной 6 менен жұмыс жасаймыз деп айттық қой. Сіздердің жұмыс жасайтын брокерларыңыз осы, қазір айтайын, roboforex.com деген сайт, неке? Қараңыздар. roboforex.com. Осы брокермен жұмыс жасайтын боламыз. Яғни ақшаны осы брокерға саламыз. Брокерға қалай пополнение жасау керек, оның барлығын жеке түсіндіремін.
Ал сделкаларды ашып жабу ол MetaTrader арқылы жүзеге асырылады. Ол жайлы да бөлек видео сабақ түсіндіремін. Бүгінгі сабақты қорытындылап өтетін болсақ, сіздердің основной жұмыс жасайтын сайттарыңыз осы tradingview.com, керекті инструменттер осылар. Осының бәрін сіздер избранныйға қойып қоюларыңыз керексіздер. Яғни анализ жасауға бұның барлығы сіздерге керек болады. Жалпы бүгінгі сабақ бойынша осы. Сіздерге үй тапсырмасы, мына жердегі каждый инструментті избранныйға қойып шығу. Таймфреймдерді, яғни қолданатын таймфреймдерді, одан кейін қолданатын жаңағындай инструмент линия тренда, горизонтальная линия, горизонтальный луч, бұның барлығын осы избранныйға қойып шығуларыңыз керек. Барлықтарыңызға соңына дейін тыңдағандарыңызға рахмет. Енді келесі сабақта кездескенше.